Баршаңызға сәлем. Бүгін біз сіздермен ошақта қуырдақ істейміз. Ол үшін ең алдымен етіміз туралап жайламыз. Пиязымызды да дәл солай, сарымсағымызды тураймыз, картопымызды бөлшектерге бөлеміз. Сәндеуге болгарский және қызанақ керек болады. Отымызды жағып, майымызды жақсылап қыздырамыз. Үстінен картопымызды салып, оны әбден қуырып, қызартып болғаннан соң осылай сүзіп алатын боламыз. Артық майды алып тастап, етке қажетті етті қорғанға арнап азғантай май қалдырамыз. Сосын етімізді салып, үстінен дәмді болу үшін, әрі жұмсақ болу үшін тұзымызды сеуіп, сарымсағымызды сеуіп, және де дәмдеуіштерді қосатын боламыз. Сол кезде етіңіз өте дәмді жұмсақ болады. Үстінен пиязымызды салып қуырамыз. Әрине ұзақта қуыру керек. Сосын үстіне картопымызды саламыз, бетін осылай болгарскиймен және де осындай лавр жапырағымен қызанақтарымызды реттеп қойып, араластырмаймыз. Үстінен тұзы кем десеңіздер, сепсеңіздер болады осы уақытта. Сосын үстінен осылай шарамды төңкеріп дымдап қоямын. Одан соң 40 минут, 45 минуттың ішінде піседі, жақсылап араластырамыз. Мінекей дайын. Ас болсын, өте дәмді, ошақтың тамағына ештеңе жетпейді. Кеңесім жасап көріңіздер.